Ұрлық түбі қорлық. Қазақстанда былтыр ұрылар 10 миллиард теңгенің дүниесін қолды еткен. Бұл қазынаны тонайтын жемқорлар жайлы емес, қарапайым қазақты тазға отырғызып кететін сұғанақтығы бар адамдар жайлы айтып отырмыз. Ал статистика агенттіктері былтырдан бері елде ұры-қаралар азайды деп отыр. Бұл рас па? Күні кеше менің үйімнің қасынан өзімнің көлігімді ұрлап кетті. Полиция қызметкерлері 15 минутқа жетер-жетпес уақытта ұрыны ұстап үлгерді. Бұл сергек камерасының қырағылығы ма, әлде сақшылардың жетістігі ме? Енді қазынаны ұрлайтын үлкен ұрлар жайлы айтайық. Көкшетау жазуының 3 әрпін ауыстыру үшін әкімдіктен 18 миллион теңге алмақшы болған кім? Тендердің арқасында теңгемен шалқып жүргісі келгендер кімдер? Ақпарда айтатын боламыз. Ассалаумағалейкум. Жыл енді басталды. Былтырғы жылғы статистикамен сөйлейік әзірше. Елдегі сотқа дейінгі тергеу бірыңғай орталығы деген бар. Солардың зерттеуіне сәйкес 2023 жылы елде ұрлық деректері 4 есеге азайыпты. Былтыр барлығы ел бойынша 42.600 қылмыстық іс тіркелген. Бұл 2022 жылдан қарағанда 27,6%-ға аз екен. Соның өзінде ұрылар құны 9,4 миллиард теңгенің дүниесін қолды етіпті. Ұрылар көбінесе ұялы телефон, көлік ұрлауға дағдыланыпты. Алтын материалдық заттардың ұрлығы да көп тіркелді. Жоғарыда айтылған 43 мыңға жуық ұрлықтың 3600-і үйге кіріп тонау деректері екен. Тонау деректері көбінесе Алматы, Шымкент, Алматы облысында тіркеледі. Мысалға, Жетісу өңірінде 55 үй тонауына қатысы бар 11 қылмыстық топ ұсталды. Ұрлық көп болатын өңірлердің ішінде Алматы көш басында. Ал Қазақстан бойынша қолының сұғанақтығы бар адамдар Ұлытау өңірінде жоқтың қасы. Бір жылда бұл облыста 347 ұрлық қылмысы тіркеліпті. Сонымен қатар ұрлық қылмысының басым бөлігін тұрақты табыс көзі жоқ 30-39 жас аралығында ер адамдар жасайды. Сонымен қатар пәтеріңізде, автокөлігіңізде, бизнес ғимаратыңызда немесе өзге де өзіңізге тиесілі жерлерде ұрлық қылмысын анықтаған жағдайда абдықпай бірден 102 полиция номеріне хабарласып, ұрлық болған жерге өзіңіз бірден кірмей, полицияны күткеніңіз жөн. Өйткені қылмыскерлер ұрлық болған жерде өзінің қол іздерін, аяқ киім іздерін, биологиялық үлгілерін, адарологиялық иістерін қалдырып кетуі мүмкін. Ал өзіңіз ұрлық болған жерге кірген жағдайда сол іздерді бұзып, кейін полиция қызметкерлерінің аталған ұрлық қылмысын ашуына кері әсерін тигізуі мүмкін. Сонымен қатар әмияныңыз, сөмкеңіз ұрланған жағдайда әмияныңыздың ішінде өзіңізге тиесілі кредиттік карталарыңыз болса, бірден өзіңізге қызмет көрсететін банкке хабарласып, бұғаттап тастағаныңыз жөн. Яғни есеп шотыңыздағы ақшаны қылмыскерлердің қолына түспеуін қамтамасыз еткеніңіз жөн. Ал енді өзімнің көлігімді қалай ұрлатып алған жайлы айтайын. 19:00-де отбасымды алып үйге келдік. Балалар көлікте ұйықтап қалғандықтан оларды үйге кіргізіп жүріп, машинаның кілтін ішінде қалдырып кетіпті. Үйде кешкі ас ішіп енді болған кезде көлікті құлыптамағаным есіме түседі. 22:30 кезінде сыртқа шығып, машинаны таппадым. Дереу полицияға хабарласып, жағдайды түсіндірдім. Кезекші бөлім камераларды тексеріп, көліктің бағытын анықтап үлгерді. Белгісіз екі тұлға Кенесары көшесімен көлікті жүргізіп келе жатқаны жайлы хабарланды. Сол ауданда жүрген полиция қызметкерлеріне байланысқа шығып, көлікті тоқтату туралы нұсқаулық берілді. Бірлескен жұмысының нәтижесінде күдікті полиция лейтенанты Байболат Мерей, лейтенант Бейсенбаев Ернат шұғыл әрекетімен қолға түсірді. Белгілі болғандай күдікті оқиға орнынан сытылмақшы болған. Көлікте 3 белгісіз тұлға отырғаны айтылды. Көлікті жүргізген азамат өз кінәсін мойындады. Дереу арыз шағым түсіріп, құзырлы орган қызметкерлерімен ұсталды. Күдікті осыған дейін ұрлық бойынша 3 рет сотталған болып шықты. Әрі қасындағы азаматтар камерада көлікке отырғандығы нақты жазылмағандықтан оларға қатысты қылмыстық іс қозғалмады. Центр оперативный дежурство бар бізде. МВД-да отырады. Сол кісілердің видеомен қарауымен, сол кісілердің указаниясымен біздің автокөлігімізді республика даңғылына Кенесары даңғыл бойынан ұстадық. Бұдан шығатын түйін қандай? Ешқашан көлікті
ашық қалдырмаңыздар. Әрі мұндай бұзақыларды заң жүзінде толықтай жазалау керек деп ойлаймын. Дереу біліктілігі мен шұғыл әрекетіне дайындығын көрсеткен Ішкі істер министрлігі қызметкерлеріне алғыс білдіремін. Шынымен де қазір сергек камералары былай тұрсын, сақшылар да аса сақ жүретін болған. Жеңіл жолмен ақша алғысы келетіндер алысқа бармайтыны айдан анық. Тауғырлап өмірді абақтыда өткізгенше тыйын тапсаң да адамша күн көрген дұрыс дей келе, жол көлік туралы ақпараттарды одан әрі жалғастырамыз. Тыраштанудан алдымызға жан салмай келеміз. Оған мына көрсеткіштер айқын мысал. Былтыр көліктің 30 мыңға жуық VIP нөмірін сатудан мемлекет қазынасына 10 миллиард теңгеден астам қаражат табыс түсіпті. Бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 7 миллиард теңгеге артқан. Әсіресе халық арасында зеркальный деп аталып кеткен нөмірлер жылдам сатылатын көрінеді. Олардың құны биылғы айлық есептік көрсеткішпен есептегенде 57 айлық есептік көрсеткіш немесе 210 мың теңгеден асады. Ал әріптері VIP нөмірлердің бағасы тіпті удай. 01, 02, 03-тен басталып 777 деп кететін сандар үшін көлік иесі 285 айлық есептік көрсеткіш немесе 1 миллион теңгеден астам бір бума ақшасын ойланбастан санап беруі тиіс екен. Жалпы республика бойынша былтыр 3 миллион 200 мыңнан астам көлік тіркеліп, 1 миллион 100 мың жүргізуші куәлігін беріліпті. Соған қарағанда жыл сайын маңғазданып, жылдан жылға көлігінің нөмірімен мақтанушылар саны артып келе жатқан сыңайлы. Сол маңғазданып жүргендердің жол ережелерін сақтауы қандай екен? Енді соған тоқталайық. 2023 жыл бойынша елдегі жол көлік ереже бұзу бойынша көрсеткіштердің қорытындысы шықты. Полицейлер жыл бойы бақылау жұмыстарын жүргізу барысында сақтандыру жоқ 5 мыңнан астам көлікті анықтапты. Бір жыл бойы жолаушыларды республика бойынша 150 жүргізуші заңсыз тасымалдаған. Сондай-ақ мүлдем мемлекеттік нөмір жоқ көлікпен жүрген және тіркеуге тұрмаған көлікті басқарған жалпы саны 1300 деп көрсетілген. Қорытынды есепте мас күйінде рульге отырып, өзі ғана емес, өзгенің өмірін қауіп-қатерге тіккен жауапсыздар 789 деп көрсетіліпті. Ал жолдан өтпек жаяу жүргіншілер жол бермей, баса көктеп өтетіндер тіпті 2800 деп тіркелген. Көкшетау сөзінің бір буынын 18 миллионға балаған жергілікті әкімдік жанжалға қалды. Өткен жылы жазда Бұқпа тауының басында қалаға сән беріп тұрған жазудың шәрпі бірден құлап қалған еді. Дәлірек айтқанда қатты желдің салдарынан тау деген буын бекітілген темірге зақым келіп, әріптер түсіп қалады. Оны қалыпқа келтірмек болғандар темір конструкцияны ені мен ұзындығын, оның орнататын жұмысшылардың еңбегі мен жұмысын есептей келе, бақандай 18 миллионға бағалаған. Біздің елде қарапайым жұмысшы мен оның адал еңбегінің жоғары бағалануы әрине дұрыс қой, бірақ сол ақша діттеген жерге жетпей сан соқтырады. Жауапты адамдардың есеп-қисапқа тым қызығып кете ме, кім білсін, бюджеттің ақшасын өз пайдасында кірістіріп жатады. Түйені түгімен жұтатын жемқорлар заманы өтіп бара жатқанның белгісі де осы болар. Үш әріпке бола миллионда ақша жұмсау қоғам назарынан тыс қалмады. Қазынаның әр тиынын жіті бақылауға алуды үйреніп келе жатқан қарапайым халық қызу талқы тудырды. Сонымен бірге келісімшарт жасасудың заңдылығы және ұсынылатын қызметтің бағасына қатысты біраз сұрақтар туындады. Жергілікті сыбайлас жемқорлыққа қарсы волонтерлер де қарап жатпапты. Тапсырыс беруші мен мердігердің мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы қаншалықты сақтаған жөнінде тексеріс жүргізуші уәкілетті органға жүгінеді. Антикорда мұндайда шұғыл әрекетке көшіп, дер кезінде шара қолданған. Осының арқасында бірнеше коммерциялық ұсынысты зерделей, тараптар жұмысты орындау құнын 17,6 миллион теңгеге бағаланғаны әшкере болды. Мониторинг шеңберінде өңірлік антикор өкілдері үш әріпті түсіп қалған нысанға барып, құрылымды орнату және жөндеу барысын жіті назарға алды. Сондай-ақ барлық мүдделі тараптардың қатысуымен кездесу өтіп, қалпына келтіру жұмыстарының бағасын төмендету талап етілді. Нәтижесінде қала әкімдігі бастапқы соманы 4 миллион теңгеге төмендетті. Бюджет ақшасын оңды солды шашқан зиянкестерден түк тартса да пайда демекші,
Қайтарылған қаражат қалалықтардың тұрмысын жақсарту үшін әлеуметтік қажеттіліктерге жұмсалатын болды. Берген уәдесінде қалай тұрғанын халық қалт жібермей бақылап отырғанын білсе екен. Енді жұмыс орнында туған күн не қызметте жоғарылағаныңызды тойлай қалсаңыз, абай болыңыз. Әйтпесе шамамен 18,5 мың теңге айыппұл төлеп, тойың соңы ұрыс керіске ұласуы әбден мүмкін. Ондайда тіпті қуанышқа ортақ болған әріптестеріңізде араша түсе алмайды. Өйткені аяқ астынан сау ете қалған полицейлер әкімшілік заң бұзушылық кодексінің 440 бабы бойынша әрекет етеді. Айыпқа тарту үшін жеке немесе ұйым атынан жазылған арызда қажет емес. Полицейлерге не бары дастархан үстінден алкогольдік ішімдік болған туралы дерек қана жеткілікті болмақ. Яғни спирттік ішімдік ішуге ойластырылмаған орынның бәрінде адамдар масаң күйде отырып, айналасындағыларға қолайсыздық тудырса немесе жағымсыз иісі қоғамдық ортаға тараса болды. 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 18,460 теңге көлемінде айыппұл дайындай берсе болады. Ал әкімшілік шара қолданылғаннан кейін мұндай әрекет 1 жыл ішінде тағы да қайталанса, онда айыппұл көлемі 2 есеге артады. Демек, 10 айлық есептік көрсеткішпен айыппұл төлейді деген сөз. Биылғы есеппен бұл сома 36,920 теңге болып бекітілді. Ал ақша төлеуден бас тартып, не басқа себептер келтіріп, қиғылық салған қуаныш иесін 5 тәулікке дейін әкімшілік тұтқындауға тура келеді. Еске сала кетейік, Қазақстанда қоғамдық орындарда спирттік ішімдіктер ішіп, мас болып жүру әкімшілік тәртіп бұзу болып саналады. Қоғамдық орынға барлық жұмыс және өндіріс орындары жатады. Бүгінгі айтарымыз осы болды ағайын. Сіздермен болған Уатқан Біләл, ақпардың келесі легін өткізіп алмаңыздар, лайк басып, қолдап кетіңіздер.